Здравствуйте, 4 А класс. Бүгін сәуірдің 16-сы. 16-16. Сәуірдің 16-сы. Шарға ұқсас денелер. Сабағымыздың тақырыбы тема нашего урока шарға ұқсас денелер. Пишем дату и тему. Дәптерімізге жазамыз. Бүгін сен, сегодня ты, ғаламшар туралы мәлімет оқисың. Будешь читать информацию о планете. Ғаламшардың сыртқы сипатын айтып бере аласың. Ты можешь описать внешний вид планеты. Суреттерге қарайықшы, балалар. Ғаламшарлар неге ұқсайды? Правильно, дұрыс, допқа, шарға ұқсайды. Бүгінгі сабағымыздың жаңа сөздерімен танысайық. Новые слова. Повторяем за мной. Ғаламшар, дөңгелек, ұқсас, әлем, ғалам, мәлімет. Пишем, жазамыз. Ғаламшар, планета. Дөңгелек, круглый. Ұқсас, похож. Әлем, мир. Ғалам, вселенная. Мәлімет, информация. Написали? Молодцы, ребята. Енді балалар, мәтінмен жұмыс. Текст. Қанекей барлығымыз бірге оқимыз. Құрметті оқырман, дорогой читатель. Бұл кітап ғарыш әлемінің құпиясын ашады. Эта книга раскрывает секреты космоса. Ғарыш туралы көп мәлімет береді. Дает много информации о космосе. Алдымен ғаламшар сөзінің мағынасын түсініп алайық. Давайте сначала разберемся в значении слова ғаламшар. Ғаламшар сөзі екі сөзден құралған. Слово ғаламшар состоит из двух слов. Ғалам сөзі әлем сөзімен мәндес болып келеді. Слово ғалам является синонимом слова әлем, мир. Шар сөзінің мағынасын білесіңдер. Вы знаете значение слова шар. Ол дөңгелек және ұшып жүреді. Он круглый и летающий. Ғалымдар ғарышта пішіні дөңгелек, шарға ұқсас денелер бар екенін анықтады. Ученые обнаружили, что в космосе есть круглое сферическое тело. Сол денелер ғаламшарлар. Эти тела являются планетами. Олардың арасында жер ғаламшары да бар. Среди них есть планета Земля. Мне қызық, жерде айналып жүретін көрінеді. Это интересно. Земля тоже вращается. Біз оны байқамаймыз. Мы это не замечаем. Қайтадан балалар, бір оқып шығайық. Жақсы ма? Құрметті оқырман, бұл кітап ғарыш әлемінің құпиясын ашады. Ғарыш туралы көп мәлімет береді. Алдымен ғаламшар сөзінің мағынасын түсініп алайық. Ғаламшар сөзі екі сөзден құралған. Ғалам сөзі әлем сөзімен мәндес болып келеді. Шар сөзінің мағынасын білесіңдер. Ол дөңгелек және ұшып жүреді. Ғалымдар ғарышта пішіні дөңгелек, шарға ұқсас денелер бар екенін анықтады. Сол денелер ғаламшарлар. Олардың арасында жер ғаламшары да бар. Міне қызық, жерде айналып жүретін көрінеді. Ал біз оны байқамаймыз. Жақсы балалар, енді тапсырмаларға көшеміз. Бірінші тапсырма, первое задание. Қарсы мағыналас сөздерді анықта. Қарсы мағыналас сөздер. Мы же это проходили, эти
Это какие слова? Правильно, антонимы. Антоним сөздер, иә? Антоним сөздер, қарсы мағыналас сөздер. Их соединяем. Молодцы, ребята. Екінші тапсырма. Второе задание. Мәндес сөздерді сәйкестендір. Мәндес сөздер. Это какие слова? Правильно, синоним. Синоним сөздерді сәйкестендіреміз. Соединяем их. Молодцы, ребята. Есте сақта, запомни. Адам белгілі бір нәрсені хабарлап айтса, өз пікірін білдірсе, белгілі бір орынды сипаттаса, сөйлемнің соңына нүкте қойылады екен, балалар. Яғни белгілі бір нәрсені хабарлап айтуын айтамыз, иә? Если человек что-то говорит, выражает свое мнение, описывает определенное место, в конце предложения ставится точка. Например, Тоқтар, Талғат, Айдын, қазақ ғарышкерлері. Точка, нүкте. Точка, нүкте. Повторяйте. Нүкте. Молодцы, ребята. Енді үйге тапсырма. Видеороликте берілген тапсырмаларды орындап, маған WhatsApp арқылы жібер. Выполните все задания и отправьте мне на WhatsApp. Сабақ аяқталды. Сау болыңыз.